Балалар, білесіңдер ме, біздің аталарымыз кезінде далада, таза ауада қандай ойындар ойнаған екен, кім біледі? Садақ атқан дейді, сосын? Атпен жарысып ойнаған. Асықпен де ойнаған ғой балалар, иә, біздің аталарымыз. Балалар, біз енді сол ойындардың бірін ойнасақ, асықты қайдан алсақ екен? Мүмкін мұражайға саяхатқа барып келеміз, қалай қарайсыңдар? Ал мұражайға бару үшін менде сиқырлы мынандай торсығым бар. Қазір мен сендерді осы торсығыма кіргізіп аламын. Балалар, біз өзіміздің сиқырлы торсығымыздың көмегімен ұлттық мұражайға келіп қалыппыз. Жеті қазынаға не жатады балалар? Бүркіт жатады, қыран бүркіт жатады, мылдық жатады дейді, жылқы жатады. Ең қасиетті жылқымен біздің ата-бабаларымыз керемет бәйге ұйымдастырған екен. Аламан бәйге ойынын ойнау үшін балалар, қараңдаршы, бізде мына жерде аттар тұр екен, иә? Аттың әр қайсысына бір-біреуден тұрамыз. Жолы тұр, түрлі түсті жолға өзіміз орналасып, сол жолда тұрған атты мына ағашқа жібін орап, жылқысы бірінші келеді, сол асық ату мүмкіндігіне ие болады. Бірінші Ерасыл келді, екінші кім келді бізде? Мансұр келді, үшінші Нұрасыл келді, төртінші Сабыр келді, иә? Алдымызда тұрған асықтарды мына шыр деген шеңберге түсіруіміз керек. Мына Ерасылдың бір асығы шеңберге түсті. Ары қарай Мансұр. Так, Мансұрдың бір асығы түсті. Нұрасыл. Тағы да бір асық түсті, иә? Ертеу әдісі арқылы асық атып ойнаған ұнады ма? Иә. Ұнады, иә? Керемет ойын екен. Олай болса, асықтар жайлы кім тақпақ біледі? Қаны, Мансұр, сен бастай ғой. Ал ойналық балалар, әр асықта бала бар. Ұта білген баланы әрбір бала баға бар. Так, жақарыстың. Тағы да кім біледі? Асығын түсі алсыдан, есірек күтші аңсыдан. Жарайсыңдар. Бес асық бар екен, Мансұр деп қар. Бүгінгі керемет үлестерім үшін ең көп асық жинаған Мансұрдың асығын берейін, иә? Мінеки Нұрасылдың алтын асығы және Сабырдың асығы. Мінеки бала, сендерге мұражайдан жерге сыйлық қарамады ма? Иә. Мінеки көтерейінші жоғарыға.